Сәлем, ертегі тыңдаушы. Егер жүрегіңді жылтатын, қиял әлеміне жетелейтін, балалықтың бал дәмін қайта сезіндіретін ертегілер ұнаса, дәл қазір тіркеліп кет, алда сен күтпеген керемет хикаялар бар. Айлин мен тұлпар. Баяғы заманда көгілдір таулардың етегінде орналасқан бір шағын ауылда Айлин есімді қыз өмір сүріпті. Айлиннің шашы күн нұрындай сары, көзі көгілдір көлдей тұнық екен. Ол өте ақылды, мейірімді, табиғатты, жануарларды ерекше жақсы көретін. Айлин, жалғыз бала, әкесі Төрехан ұсталықпен айналысатын, ауылдағы ең шебер темірші. Ал анасы Зүлай шипагер, емдік шөптермен ауру сырқауға ем жасап, ауыл халқына көмектесіп жүрген жан. Айлин күнде орманға барып шөптер теріп, гүлдермен сөйлесетін. Бір күні орман ішінен әлсіз дыбысты естіп жақындай береді. Қалың ағаштың арасында жараланған, аппақ әдемі жылқы жатыр екен. Жылқының көзінен жас сорғалап, тіпті жаны үзіліп бара жатқандай көрінеді. Айлин қорықпай жақындап, оны жұбатып басын сипайды. Сол сәтте жылқының көзі жарқ етіп, адамша сөйлеп кетеді. Сенің атың кім? Кішкентай досым, деп сұрайды жылқы. Менің атым Айлин, ал сен кімсің? Менің атым Нарқыз, мен сиқырлы патшалықтанмын. Бір зұлым сиқыршы мені қарғап, орманға қамап тастады. Егер 3 күн ішінде жанашыр адам көмектеспесе, мен тасқа айналатын едім. Айлин жылқыны ауылына алып келіп, әкесіне жүгіріп барады. Төрехан жылқыға арнап арнайы темір тұсау жасап, оны зұлымдықтан қорғайтын етіп сиқырлы таңбалар ойып береді. Анасы Зүлай емдік шөптермен Нарқызды емдеп қайта аяғына тұрғызады. Нарқыз 3 күнде жазылып, Айлинге үлкен сырын ашады. Айлин мен оның отбасы Нарқызбен бірге сиқыршыға қарсы шығуға бел буады. Төрехан Айлинге арнайы қанатты сауыт жасап береді, ал Зүлай қорған болар шөптер мен бойына күш беретін тамырлар береді. Олар Нарқызға мініп ұзақ сапарға шығады. Жолда түрлі сынақтардан өтеді. Тасқа айналдыратын тұман, жалған дауыстармен адастыратын аңғар, көлеңкеден шыққан айдаһарлар. Әр сынақта Айлин өзінің батылдығы мен ақылдылығын көрсетеді. Ақыры олар зұлым сиқыршыны тауып, оған қарсы тұрады. Айлин Нарқызбен бірге сиқыршының жүрегіндегі тас қатты өшпенділікті мейіріммен жібітеді. Сиқыршы өзінің жасаған істеріне өкінеді де, қарғыстарын жояды. Сол күннен бастап Нарқыз толық бостандыққа шығып, Айлиннің мәңгілік досына айналады. Ауыл халқы Айлиннің отбасын ер жүрек, мейірімді, адал деп мақтап, оларды нағыз батырлар деп атайды. Айлин, Нарқыз, Төрехан мен Зүлай барлығы ауылда бақытты өмір сүріп, көмекке мұқтаж жандарға үнемі жәрдем беріп отырады. Ең маңыздысы, олардың бірліктері мен жүректеріндегі мейірімділік оларды кез келген сиқырдан да күштірек етті. Осымен ертегі аяқталды. Келесі ертегілерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қой. Алдағы уақытта бұдан да қызықты шытырман ертегілер шығатын болады.